Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдемесі бойынша осы уақытқа дейін әлемде 108 миллиард адам өмір сүрген. Оның 7 миллиарды дәл қазіргі уақытта өмір сүріп жатыр. Ал 200 жыл бұрын ғана әлемдегі халық саны 1 миллиардтан 7 миллиардқа өсіп шықты. Бұл қалайша деп ойлауларыңыз мүмкін. Өйткені өткен 2 ғасырларда да өте үлкен соғыстар мен аурулар өтті. Оның себебі туралы дәл осы видеода айтатын боламыз. Кәдімгі өмірде біз антибиотиктерді кәдімгі дәрі-дәрмектерде көп қолданамыз. Ішіміз ауырғанда, басымыз ауырғанда немесе инфекционды бір аурулар түсіп қалған кезде бізге дәрігерлер антибактериалды препараттар жазып береді. Сонымен бұл антибиотик деген не нәрсе? Әлемде бактериялардың саны өте көп. Бұл бактериялардың инфекциялары көптеген жылдар бойы адамзатты құртып өлтіріп отырған. Кәдімгі чуманы немесе басқа да бір ауруларды алатын болсақ, кей кезде тарихқа сүйенсек, адамзаттың жартысына дейін құртып жіберіп отырған, яғни өлтіріп жіберіп отырған адамдарды. Тіпті бұдан 2 жыл бұрын ғана бала өлімі өте көп болған. 3-4 жасқа жетпей-ақ балалар өліп кетіп отырған. Кәдімгі кез келген инфекционды аурудан тек қана иммунитеті күштілер ғана, иммунитеті шыдай алғандар ғана тірі қалып отырған. Ал антибиотикті осы әлемге әкелдіру, осы әлемге таныстыру, осы зардаптардың барлығын жеңді деп айтуға болады. Өйткені мысалға алатын болсақ, қазір ангинаны білетін шығарсыздар. Ангинадан 2 аптаның ішінде сауығып кетуге болады. Кәдімгі антибиотиктерді пайдаланып, басқа да дәрмектерді пайдаланып. Ал антибиотик шықпай тұрған кезде ангинадан адамдар өліп кетіп отырған. Сонымен антибиотик дегеніміз антибактериалды препараттар, бұл бактерияны өлтіріп жіберетін толығымен немесе бактерияның таралуын тоқтата алатын препараттарды айтамыз. Ол бактерияның жасушасының ядросын және басқа да компоненттерін жоя алатын күшке ие. Және бір айта кетерлігі, ол тек бактерияларға ғана әсерін тигізе алады. Яғни біз антибиотикті ішкен кезде бізге антибиотиктер адамның тірі жасушасына ешқандай әсерін тигізбейді. Тек қана бактерияны жоят болды. Яғни адам антибиотик ішкен кезде ол денесіне, тірі жасушасына зиян емес. Тағы бір ескере кететін нәрсе бар. Антибиотиктер көп бөлікте вирустарға ешқандай әсер етпейді. Яғни вирустық ауруларға антибиотиктерді дәрі-дәрмек ретінде қолданбайды. Неге деп сұрауларыңыз мүмкін? Өйткені бактерия мен вирус бір нәрсе емес, олар 2 түрлі нәрсе. Бактерия дегеніміз кәдімгі тірі организм сияқты. Оның ядросы бар жасушасында, және басқа да компоненттер бар. Ол өздігінен қоректен алады, өздігінен тарала алады. Ал вирус болса тек қана РНК немесе ДНК-дан тұратын адамның тірі жасушалары немесе басқа да тірі нәрселердің тірі жасушаларын жабысып алып, солар арқылы қоректенетін нәрселерді айтамыз. Және антибиотиктер бұл нәрселерге, вирустарға ешқандай әсерін тигізбейді. 1928 жыл, Лондон. Дәрігер Александр Флеминг өзінің лабораториясында зерттеу мақсаттарында бактериялар колониясын өсіріп жатады. Және бір уақытта бактериялар өсіп жатқан қауашағынан зең саңырауқұлақтарын байқайды. Кәдімгі нан көгеріп жатқан кезде пайда болатын зең саңырауқұлақтары. Және анықтап қараған кезде осы зең саңырауқұлақтары дәрігер өсіріп жатқан бактериялардың өсуін тоқтатқан, және дәрігер зең саңырауқұлақтары бактерияларға қарсы бактерияларды жоятын нәрсе екен деп ойлайды. Бұл зең саңырауқұлақтары ғылыми атауда пенициллиум деп аталады, және ең бірінші антибиотиктің аты да солай пенициллин болып танылып кетеді. Таза пенициллин, ұнтақ күйіндегі укол қылып қанға салуға болатын пенициллин 1939 жылы ғана жасалына бастайды. Антибиотиктердің арқасында адамзат осы өмірінің бүкіл бөлігіндегі ең басты жауы болып келген бактерияларға қарсы тұруын үйренді. Антибиотиктердің арқасында сәби өлімі күрт төмендеді. Бұрын 3-4 жасқа дейін өліп отырса, қазір сәби өлімі ондай қалыпта емес, ондай ретте емес. Орташа өмір сүру жасы 15-20 жылға көбейді. Және бұл 15-20 жыл дегеніміз өте үлкен мөлшер. Және тек қана 20 ғасырдың ең үлкен өнертабысы емес, осы адамзат тарихындағы имба деп айтады ғой, имбаланс.
имбаланс өнертабыс болып шықты. Бірақ адамдар антибиотиктердің пайда болуымен көптеген ауруларға қарсы тұруға болады деп ойлай бастаған кезде қарсы бір жаңалық ашылды. Флеминг Нобель сыйлығын алғаннан кейін 2 жыл өткеннен кейін бактериялар пенициллинге, яғни антибиотиктерге қарсы тұра алатындай дами бастады. Бұл ғылымда резистивити, яғни қарсы тұра алушылық дегенді білдіреді. Бактериялар пенициллиннің жасушаларына төтеп бере алатын ферменттер бөле бастады. Яғни пенициллин бұрынғыдай эффективті түрде бактерияға әсерін тигізе алмады. Мысалы, 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде осы бір антибиотиктердің арқасында адам өлімі аз болғанын айта кетейік. Пенициллиннің және басқа да антибиотиктер арқасында адамдарды уланудан емдеп алуға мүмкін бола бастады. Бастапқыда белгілі бір мөлшердегі пенициллин адамды құтқарып қала алатын еді. Кейінірек соғыстың аяқ жағына қарай ол мөлшердегі пенициллин әсер етуін доғарғаны байқала бастайды. Және көбірек мөлшерде пенициллин қолдана бастады. Яғни бактерияларда антибиотиктерге қарсы даму процесін бастап кетті. Және қазірдің өзінде бұрынғы пенициллин мүлдем пайдасыз. Қазір пенициллинді қолданбайды. Өйткені қазірдің өзінде пенициллин анау-мынау деген ауруларға, анау-мынау деген бактерияларға ешқандай әсерін тигізе алмайды. Өйткені бактериялар өте керемет дамыған, және бұрынғы әлсіз антибиотиктер қазір пенициллин сияқты пайдасыз күйге түсті. Сонымен қалай болып кетті? Егер антибиотиктерге қарсы бактериялар дами алатын болса, бактериялар күшейіп жатса, демек біз бактерияларды жеңдік деген сөз емес қой. Демек антибиотиктердің ешқандай пайдасы болмағаны ма? Антибиотиктердің арқасында қазіргі үйреніп кеткен ауруларымыз, мысалы инфекционды аурулар немесе басқа да бактериалды аурулар емдеуге болатын күйге жетті. Яғни кез келген бактериалды ауруларды біз емдей аламыз. Үй жағдайында немесе дәрігер жазып берген дәрілерді қолданып, кез келген жағдайда емдей аламыз. Ал бұл аурулар кезінде антибиотик шықпай тұрған кезде бүкіл қалаларды, толық қалаларды жойып жіберген аурулар болады. Кейбір кезде адамдар антибиотиктерді дәріханалардан өз бетінше сатып алып, кейбір аурулардан солай антибиотиктерді өз бетінше пайдалану арқылы емделгісі келеді. Өйткені дәріханаларда антибиотиктер ашық қолданымда тұр. Кез келген адам сатып ала алады. Кейбір кезде тіпті ВИЧ деген ауруларды да антибиотик арқылы жазам деп антибиотик ішіп жүргендер бар. Бірақ антибиотиктер көп жағдайларда вирустарға ешқандай әсерін тигізбейді, яғни пайдасы жоқ. Сондықтан барлық деуге болатын шығар, специалистер, мамандар антибиотиктерді пайдаланатын кезде, өз бетімізше пайдаланатын кезде тек қана дәрігердің рұқсатымен немесе дәрігер жазып беруімен ғана пайдалануымызды сұрайды және талап етеді. Өйткені бұл өте маңызды. Егер сіз алған антибиотик сіздің ішіңізде жүрген инфекциялды ауруларға, микроағзаларға, бактерияларға әсерін тигізе алмайтын болса, ол сізге зиянын тигізеді, пайдасын емес зиянын тигізеді. Ешқандай әсер етпейді, біріншіден. Екіншіден, жаңағы сіздің ішіңізде жүрген бактериялар жаңағы антибиотикке қарсы тұруды үйреніп алып, кейін екінші рет ауырған кезде жаңағы қабылдап жатқан антибиотиктеріңіз немесе басқа да антибиотиктер ешқандай ауруға әсерін тигізе алмай, сіз солайынан ауырып қала бересіз. Сондықтан тағы айтам, дәрігерлердің кеңесі, дәрігерлерден жазып беруі, дәрігерлерден рұқсатнама өте маңызды. Соңғы жылдары тіпті 2015-тен бері антибиотиктің жаңа түрі ойлап табылмаған. Яғни бактериялар даму үстінде және көптеген суперрезистентті бактериялар түрі шығып, олардан өліп жатқан адамдар бар. Бұл суперрезистентті бактерияларға ешқандай антибиотиктер әсер ете алмай жатыр. Және фармакологияда осы антибиотиктерге байланысты кішігірім кризистер болып жатыр. Жаңағы дәрігердің рұқсатынсыз, дәрігердің жазып беруінсіз антибиотик қабылдап жатқан адамдар бұған өте үлкен септігін тигізіп жатыр. Бірақ сонда да барлығы жақсы деп айтқанымыз дұрыс болады, өйткені паника бұл өз-өзіңді жеңілдіртіп беру, өз-өзің жеңілген мойындау, өз-өзіңді ауруларға қарсы беріле салу. Бактерияларға антибиотиктерге әсер ете алмауда, бірақ адамзаттың тарихында адамдар неше түрлі сынақтарды бағындырды және әлі де бағындырып келе жатыр. Ғылым білім дамыған заманда бактериологтар, биологтар бір шешімін табады деп есептеймін және
қазір шешімі де табылып жатыр. Сол шешімдердің бірі антибиотиктер, лысы бар антибиотиктер. Статьяларда қарап көрген кезде липид 2 деген жасушаны көрсетеді. Ғалымдар осы антибиотиктер арқылы бактерияларды тұзаққа түсіріп, яғни бактерия жасушасындағы сыртындағы қорғанысты азайту арқылы жоюды көздеп отыр. Яғни бұрынғы антибиотиктер төтесінен бірден шабуыл жасайтын болса, антибиотиктер арқылы бактерияларды алдап өлтіруді зерттеп жатыр. Бұдан басқа қазір білетін шығарсыздар. Нанотехнология өте керемет дамып жатыр. Нанороботтар арқылы рак жасушаларын өлтіру зерттеліп жатыр. Және дәл солай нанороботтар арқылы бактерияларды жоя алатын деңгейге жетеміз деп ойлаймын. Бактериялар жер пайда болғаннан бері миллиардтаған жылдар бойы осы планетада өмір сүріп жатыр. Тіпті адамдардан өте ұзақ өмір сүріп жатыр. Адамдардың пайда болғанына, саналы тіршіліктің пайда болғанына 100 немесе 200 мың жыл болған шығар. Ал бактериялар бұл уақытқа дейін миллиард жылдың ішінде неше түрлі климаттарды және көптеген адаптацияларды бастан кешірген және дамып осы қалпына жеткен. Бірақ адамдарға да саналы тіршілікке аз уақыт болса да салыстырып қараған кезде бұл бактериялармен болып жатқан жарыста бірінші болмасақ та жеңілмейтініміз анық деп ғалымдар айтады. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Егер осы видеодан кішкене болсын ақпарат ала алсаңыз, мәлімет ала алсаңыз, кругозорыңыз кішкене болсын көбейсе, осы видеоға лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Және осы бір керемет каналға тіркеліп, біздің басқа да парақшаларымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және тағы бір маңызды нәрсе бар. Каналдың қасында подписаться деген нәрсенің қасында кішкентай қоңырауша тұрады. Сол қоңыраушаны басып кетсеңіздер, сізге видео келгені бірінші болып түседі және тезірек көруге, алғашқылардың бірі болып көруге немесе видеодан қалыс қалмауға мүмкіндік ала аласыздар. Және келесі видеоларда жүздескенше.